егер А және Б осындай болса, онда АБ кесіндісінің ортасынан координата басына дейінгі қашықтық. Координата басы дегеніміз 0, 0 деген нүкте. Ал екі нүктенің ортасын табу үшін координаталарын қосып 2-ге бөлеміз. Яғни -7-ге 11-ді қосып 2-ге бөлеміз. 2 шығады. Мынау 4 болады, 2 болады. Бұл бізде жаңағы x-ті береді. X орта деп қояйық. X деп тұрарсың. Сонымен ал y тапқан кезде 12-ден -4 бөлу 2. 8, 2-ге бөлем 4. Бұл y-ті береді. Сонда біз 2-де 4 нүктесі мен 0, 0 нүктесінің арақашықтығын табамыз. Ал екі нүктенің арақашықтығын тапқан кезде сәйкесінше біз 2-ден азайтамыз 0-ды квадраттаймыз. Азайтамыз 0-ды. Координаттарын азайтып, квадраттап, Пифагорға саламыз. 2 квадраты 4, анау 16 болып шығады, түбір астында 20. О деген 4 көбейту 5 түбір астында, сонда 2 түбір асты 5. Жауабы бізде Б болады.